Мен бір күні сабақ алдым. Онлайн сабақ алдым. Сонда сол сабақты оқығым келмеді. Неге? Себебі сабақта өте көп қолдың қимылы болды. Мынау біз айтып жатамыз ғой, жесты деп. Қолдың қимыл қозғалысының өзі адамды қатты шаршатып алады. Мысалға, біз ас әзірлеген уақытта көп дәмдеуіштер қосып жіберсек, тамақтың дәмін мүлде құртып жібереміз. Болмаса асыра сілтеп, дәмін тілі үйретіндей қыла алмай қаламыз. Мінекей, дәл осылай қолдың қозғалысы көп болған уақытта сізді тыңдағысы келмейді адамдар. Мінекей, өте көп қозғалта беретін болса, адамның көңілін осы қолдың қозғалысының өзі кедергі жасайды. Сондықтан да сіз сөйлеген уақытыңызда қолдың қимылын бақылап отырыңыз. Көп сермемеңіз. Сахнаның өзіне шыққан уақытта ойыңызды айтарда жинақы айтыңыз. Өзіңіздің бүткіл мынау беттегі мимикаға арнаңыз. Ал қолға анда-санда бір осылай маңызды дүниелер айтқан уақытта сермеп, қимылдатсаңыз болады. Себебі қимыл қозғалыстың өзі қатты бақыланады және адамның көңіл күйін бөліп жібереді. Сондықтан да қимыл қозғалысты сөйлеген уақыңызда сәл азайтқаныңыз жөн. Мінекей, дәл осылай мен сабақ алғанымда өте көп қимыл қозғалыспен мобилографияны оқыдым. Сонда көргім келмеді, шынын айтайын. Себебі мінекей, әр сөйлеген уақытта ол кісі былайынан қолын сермей берген уақытта мен ол кісіні тыңдап түсінбей қалдым. Себебі айтып жатқан сөзінен қолының мынау бір кедергісі мен не айтып жатқанының өзін бақылап меңгере алмадым. Себебі осы қолдың өзі қатты кедергі жасады мен үшін. Сол үшін де қолды ұстап, кішкене болсын экранның алдына шығар алдында қолыңыздың сермегенін азайтсаңыз, мінекей, адам сіздің ғана бет әлпетіңізге қарайды. Ал егер шамадан тыс қолыңызды көп сермейтін болсаңыз, бүткіл назар адамның міні қолға ауып кетеді де, адамның не айтып отырғаны түсініксіздеу болып қалады. Себебі неде? Себебі мынау көзіміз сізді бақылап отыр, құлағымыз сізді естіп отыр. Ал көз ең бірінші ақпаратты қабылдаушы. Сондықтан да көзге кедергі жасайтын қолдың асыра сілтеу қимылдары кедергі жасайды. Осы үшін де қолды көп сермемеген дұрыс. Қолыңызды еркін ұстаңыз, өзіңізді де денеңізді еркін ұстап, беттегі мимикаға жұмыс жасаңыз. Сонда ғана сіз елге түсінікті, жеткілікті түсіндіре аласыз. Ал қолды анда-санда бір сермеп, анда-санда бір маңызды дүниені айтқан кезде ғана қозғалтсаңыз, мінекей, сіздің айтқаныңыздың мағынасы терең, сөзіңіз түсінікті, құлаққа қонымды, жағымды болады. Өзіңіз де экран алдында жағымды болып көрінесіз. Себебі қолдың көп қимылы айтқанымдай адамға кедергі жасайды. Кейде адамның қытығына да тиеді. Сіздермен бірге мен Жанар Қажымғали, дауыс қою бойынша тренер. Парақшам пайдалы болса тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, астыда пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал сіз қолыңызды көп сермейсіз бе? Осыны жаза отырыңыздар.